Süremiz qanday? Balığın to'liq yetilmagan yaxshi ayollar. Ikkinchi to'xtaymiz-da. Daktilin jurnalist ya'ni jaqquga qaraymiz. Qo'lni qo'yamiz, o'qish qalay o'tiradi. Bu taqsimada so'zlardan to'liq so'zlar yasaysizlar. Mana qaraymiz, to'xtaymiz. Ayollar tinglaymiz. Bala, sirik so'zlardan to'liq so'zlar yasaysizlar. Ya'ni sizlarga berilgan qo'shimchalardir. O'sha qo'shimchalarda durust bo'lsa o'tirib, to'liq so'z yasaysiz. Kim ko'p so'z yasab chiqadi, sol ko'p balla ega bo'ladi. Al balalar birinchi so'z bo'yicha bala so'zini kim ta'riflash? Aynara kerak. O'qilishi birinchi qanday so'zlar yozamiz? Bala sözünü kim koyacak? Bala sözü. Qanday so'z hocam? Bala. Yaxshi. Ikki taxtalar chiqasiz. Sizga uchinchi so'z qanday? Yekga. Qanday bala? Apa Jigit qizdi quvib jetib kerak. Quvib jetgan kezde jigit ketib bo'ldi. Endi bolalar qiz o'yini bizga taqsimada aylangan ekan. O'sha taqsimada har turli suratlarda sol suratlarga javob beramiz. Tushundingmi? Birinchi surat o'quli, o'qishi qanday so'zlar? Ayollar tübür, aytaman. Tübürli so'zi jaraysizlar ko'rib. Ikkinchi surat bizga ikkinchi surat unifaz so'zining quramini aniqlaydi. Ya'ni uning tübürli qaysi? Qo'shimchasi qaysi? Islom yaxshi.
Көз білгеніңізге рахмет әріптес. Балалар, назарымызды экранға аударайық. Бүгін біз сабағымызды ерекше әдіспен жалғастырамыз. Бұл ойынды фортуна деп атаймыз. Фортуна дегеніміз сәттілік дөңгелегі. Ол бізге кездейсоқ сұрақтарды ұсынады. Сұрақтар сіздердің бүгінгі тақырып бойынша білімдеріңізді тексереді. Енді міне алдымызда фортуна. Балалар естіп бар, дұрыс жауап берсіндер, белсене қатыссаңдар ғана сендерге балл қосылады. Тыңдаймыз. Ал шулаған оқушыларға балл алынады. Түсінікті ме? Ал дөңгелек, цифрлы дөңгелекшені айналдырамыз. Сол сұраққа кім жауап береді, соған балл қосылады. Түсінікті ме? Қандай түсін? Түбі сөзді, су, сулы, сусыз, түбі сөз. Түбі сөзді тап. Жақсы, жарайшы. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Бұл қандай қыз? Дауыссыз қандай? Дауыссыз қандай? Дауыссыз, ұяң. Сіздерге бір көрейді. Келесі сұрақ. Кітапхана сөзін сөз құрамына салды. Кітапхана сөзін ал sayılır. Söz kuramı, yani söz kuramı değil, tübü. Жақсы, жарайды. Сөзге мысалы айтайыншы балалар. Төбелес сөзге мысалы айтамыз. Төбелес сөзге мысалы айтамыз. Ал балалар, жалпы бүгін біз түбірлес сөздерді аяқтадық. Кеше және бүгін түсінікті ме? Сонымен балалар, түбірлес сөздер дегеніміз не? Түбірлес сөздер дегеніміз не? Түбірлес сөздер дегеніміз бір сөзден тараған сөздерді айтамыз. Бір сөзден Мұстафа, бір сөзден тараған сөздерді айтамыз. Иә, Димаш? Яғни қандай мысалы? Білім, білімпаз. Яғни олардың түбі қандай?